Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзіне бірге көз салайық. Бүгін көретін бас тақырыптарыңыз. Ресейдегі жаппай наразылық шеруіне бастамашы болған оппозициялық саясаткер Алексей Навальный сотқа тартылды. Беларусьтегі шеруге шыққандарды қамауға наразы болғандардың өздері ұсталып кетті. Ирак әскері Мосулдың батысындағы Даиш содырлары бекінген Нури мешітіне таяп қалды. Қамаудағы Ресейдің оппозициялық саясаткері Алексей Навальный дүйсенбі күні Мәскеуде сотқа тартылды. Саясаткердің жексенбі күні жемқорлыққа қарсы шеру өткізу туралы бастамасына ондаған мың адам қосылып, демонстрациялар кезінде мыңға жуық адам тұтқындалған. Жексенбіде Мәскеудегі шеруге қосылмақ болған кезінде ұсталған Навальныйдың ісін дүйсенбі күні Мәскеудің Тверь аудандық соты қарады. Сот оппозициялық саясаткерге бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзды деген айыппен 20 мың рубль айыппұл салды. Оған полиция қызметкеріне күш қолданды дегенде айып тағылған. Жемқорлықпен күрес қорының басшысының ұсынысына үн қатып, жексенбі күні 80-нен астам қалада ондаған мың ресейлік митингіге шыққан. Ең қарасы қалың шерулер Мәскеу мен Санкт-Петербургте өткен. Наурыздың 2-сінде Навальныйдың қоры Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведевтің заңсыз жинаған жеке дәулеті деген зерттеу фильмін жариялаған. Аз уақытта бұл видео 11 миллион рет көрілген. Премьердің өзі комментарий бермесе де, өкілі бұл айыптауды жоққа шығарған. Жексенбі күні кейбір демонстранттар мойындарына спорт аяқ киімін іліп алып жүрді. Өйткені Навальный Медведевтің қымбат спорт аяқ киімдері жемқорлық туралы іргелі зерттеуге түрткі болды деп мәлімдеген. Шеруге шыққандар премьердің қызметінен кетуін талап етті. Бұл демонстрация соңғы жылдары Ресейде болған ең ірі толқуға айналды. Жексенбі күні Беларусь астанасында биліктен сенбі күнгі шеру кезінде ұсталған азаматтарды босатуды талап еткен наразылардың өздерін полиция ұстап әкетті. Наурыздың 26-сында Беларусь студенттері атты топтың мүшелері Минскінің орталығына жиналып, сенбі күні демонстранттардың қамалғанына наразылық таныту акциясын өткізген. Сенбіде Беларусь полициясы үкіметтің жұмыссыздарға салық салу саясатына қарсы шығып, митинг өткізген мыңдаған тұрғынды күшпен таратуға тырысып, бір қатарына абақтыға жапқан. Бұл жазалау әрекеті Еуропа одағының ақш пен құқық қорғаушылардың сынына ұшыраған. Соңғы 2 жыл бойы көршілес Ресейдегі экономикалық құлдыраудың әсерінен рецессияға ұшыраған Беларусь қалаларында халық жиі шеруге шыға бастады. Тағы бір ерекше наразылық туралы айта кетейін. Жексенбі күні Чили қалаларында 2 миллионға жуық адам үкіметтен зейнетақы жүйесін реформалауды талап етіп шеруге шықты. Сантьягода демонстранттардың саны 800 мыңға жеткен. Наразы халықтың басты талабы 1981 жылы Аугуст Пиночеттің кезінде бекітілген жекеменшік зейнетақы жүйесін өзгерту. Бұл жүйе бойынша жұмыс берушілер зейнетақы қорына жарна аудармайды, ал жұмысшылар жалақысының 1/4-ін 6 жекеменшік қордың біріне төлеп тұрады. Чили тұрғындары жекеменшік қорлар зейнетақыға шығу кезінде қажетті жағдай жасамайды деп шағымданады. Президент Мишель Бачелет зейнетақы жинақтау қорының мөлшерлемесін 5%-ға өсіруді ұсынды, бірақ наразылар жүйені бір жола өзгертуді сұрайды. Ирак әскері жексенбіден бері Мосулдағы Даиш содырларының позицияларын тікұшақтан атқылап, Нури мешітін қайтарып алмаққа бекінді. 3 жыл бұрын радикал жихадшылардың жетекшісі дәл осы мешітте халифат құрдық деп жариялаған. Мосулдың оңтүстік батысындағы Баб-Джадид ауданындағы тар көшелер майдан шебіне айналып тұр. Федералдық полиция жасақтары жарылғыш зат толтырған кеудеше киіп қарсы жүгіретін жанкештілерді алға бастырмауға тырысып жатыр. Ирак әскерінің мәлімдеуінше, соңғы уақытта содырлар Ирак әскерінің сапына еніп кетуге әрекет қылып жатыр. Былтырғы қазан айынан бері Мосулдың шығыс бөлігін өзіне қаратқан әскер ақпанның 19 күні батыс бөлігін азат ету операциясын бастаған. Қалада соңғы бір айдан астам уақытта 700-дей бейбіт тұрғын қаза тапқан. Польша ғалымдары омырау рагының алдын алу үшін үйде қолдануға болатын ыңғайлы диагностика құрылғысын жасап шығарды. Брастер деп аталатын құрылғы сұйық кристалдарды қолдану арқылы әйел адамның омырауындағы өзгерістерді анықтап, рактың алдын алуға сеп болады. Зерттеушілердің айтуынша, радиация шығармайтын құрылғы термографиялық матрицаның жәрдемімен омырауды сканерлеп, қандай да бір ісік бар жоғын ерте бастан анықтайды. Пациент смартфон арқылы нәтижені телемедициналық орталықтан 15 минут ішінде алдырады. Құрылғыны жасаушылар рактың алдын алу үшін 50 жасқа дейінгі әйелдерді зиянсыз сынақ аппаратымен тексеріп тұрудың маңызы зор екенін, ерте анықталса, бұл дертті 100% емдеп жазуға болатынын айтады. Бүгінгі халықаралық хабарлар реті осындай болды. Тағы жүздескенше күн жақсы.